Пирожный с курагой дайындаймыз. Ең алдымен сары май мен қант ұнтағын миксермен жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін жұмыртқа саламыз және жұмыртқаның сарысын салып, жақсылап араластырып аламыз. Ең соңында кукурузный крахмал, ұн салып араластырамыз. Қамыр жұмсақ, бірақ жабысқақ болады. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін кептірілген өрікті 15 минут суда бұқтырып қоямыз. Содан кейін блендерге салып, немесе мясорубка салып, қантпен бірге езіп аламыз. Салмасы осындай болып шығады. Салмамыз дайын. Енді форманың ішін сары маймен жағып шығамыз. Содан кейін қамырымызды қасықпен алып, форманың пішіні бойынша жайып шығамыз. Қамыр қолдарыңызға жабысып жатса, қолдарыңызды майлап алса, немесе сулап алса болады. Қамырды форма жайып болғаннан кейін ішіне салманы салып шығамыз. Кондитерский мешокқа насадка салып, одан кейін жартысын қамырдан салып, салманың үстінен осындай видеодағыдай әсемдеп шығамыз. Егер де формаларыңыз болмаса, осындай қағаз капсулаларды қолданса болады. Қамырымызды капсуланың ішіне жайып, үстіне салманы салып, қалған қамырмен әсемдеп шығамыз. Салмамыз қалып жатса, үстінен тағы да салып шықсаңыздар болады. Ал енді осы видеода, егер де сіздерде кондитерский насадка болмаса, қалай сіздерге әсемдеуге болады, сол идеясы көрсетілген. Пирожныйларымызды 170 градуста 20 минут пісіреміз. Пирожныйлар пісіп шықты, енді толықтай суытамыз. Одан кейін оңай формадан алынады. Содан кейін үстінен қант ұнтағымен сеуіп шықсаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын.